Кармане пятка и 5К, тоқта. Ассалаумағалейкум қадірменді достар. Сіздермен бірге Домбыра Шанель арнасы және оның жүргізушісімен Желеуов Жақсылық. Бүгінгі үйренетін керемет әніміз индийский өлең, аты Джимми Джимми Ача Ача деп аталады. Сол Джимми Джимми Ача Ачаны бүгін қазақтың қара домбырасымен орындап шығамыз. Олай болса, видео басталмас бұрын, мен тартпастан бұрын каналға тіркелейік, өтініш, лайк басайық, өтініш, комментария жазайық, өтініш ағайындар. Менің группамды дамытайық, егер дамытатын болсақ, күніге көріп тұрсыздар қандай өлеңдер шығып жатқанын. Сосын маған идея тастаңыздар, комментария қандай өлеңдер керек, қандай термелер керек, қандай шығармалар керек. Соның бәрін бірге орындаймыз. Мен дамиым, және сіздер дамисыздар. Ал енді келесі видеоуроктарда Бетховеннің шығармаларын тартайық, Моцарттың шығармаларын тартайық. Олай болса, мен бастайын. Кеттік. Деп осындай айта кетейін, инстаграмда Домбыра Шанельдің группасы бар, сол жерден осы әндердің сандық ноталарын таба аласыздар. Осы бүкіл ютубта бар видеолардың сандық ноталары инстаграм группасында. Домбыра Шанель деп іздесеңіздер инстаграмнан шығады. Ендеше сәттілік. Барлығы астыңғы шекте, олай болса мынау көрініп тұрған жерде ойлаймын. 8-ші перне. Мына домбыра білмейтіндер, жаңадан үйреніп жатқандарға мен айта кетейінші, домбырада 19 перне болады. Сол мына жақтарынан бастап санайсыздар ғой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 деп, общем 19-ға дейін санап шығасыздар. Менің айтып отқан цифраларымды сол санап біліп отырасыздар ғой. 8-ші латтан бастайық. 8-ші перне, қазақша айтайын. 8-ші перне, 5-ші перне, астыңғы шектер олар. Қайттан 8-ші перне, 5-ші перне, 8-ші перне, 5-ші перне. Енді қосып ойнайық. Ары қарай 8-ші перне, 12-ші перне, 8-ші перне, 12-ші перне, 8-ші перне, 12-ші перне. Бірге қосып ойнайық. Міне осылай. Ары қарай 7-ші перне кетеді. Астыңғы шек, 3-ші перне, 7-ші перне, 3-ші перне, 7-ші перне, 3-ші перне. Сонда бұл айналып тұрған 2-ақ нота ғой. Соны әшейін несін ғана ауыстырып отырасыздар. 3 рет ойнайсыздар ғой міне. Енді қосып ойнайық. Былай ойнайды міне. Ары қарай енді 7-ші, 10, 7-ші перне, 10-ші перне, 7-ші перне, 10-ші перне. Сонда бұлай. Деп. Жай үйретейін енді, мына 8-ші перне, 5. Міне бітті. Енді ары қарай. 8-ші перне тоже. 2 рет ойнаймыз. 7-ші пернені 2 рет. 5-ші пернені 2 рет. Енді қосамыз. Үстіп тағы да ойнаймыз. 8-ші пернені 2 рет. 7-ші пернені 2 рет. 5-ші пернені 2 рет.
қосып ойнаймыз. Міне осылай. Ары қарай 7-ші перне, 5-ші перне, 3-ші перне, 7-ші перне. Жоқ, 7-ші пернен 2 рет, барлығы 2 рет. Міне 7 2 рет, 5 2 рет, 3 2 рет. Осылай тағы да ойнаймыз. 7-ні 2 рет, 5-ті 2 рет, 3-ті 2 рет. Енді бәрін бірге ойнайық. 8-ші пернеден басылады. Енді 7-тен. Арға Джимми деп қайттан кетеді, бұлай кетеді. Басындағыдай. Одан кейін бір шыңғырып айтатын жері бар, соны тақтайын. 12-ші пернеден басталады ол. Бұлай ғой. Осы. Так, 12-ші пернеден 5 рет ойнаймыз. 2, 3, 4, 5. 13-ші перне. Сосын 12-ші перне қайтадан. Енді бәрін бірге қосып ойнайық міне. Ары қарай 7-ші перне, 7-ші перне, 8-ші перне, 10, 10, 12. Міне. Жоқ, бұлай екен. 7-ші перне, 8-ші перне, 10-ды 2 рет, тағы да 1 рет, сосын бар 12. 10-мен бітеді екен сосын. Міне қайттан көрсетейінші. Мен просто жаттамаймын, мәшін просто үйретіп атырмын да, бұлайшы. Бар түсінген ноталарымды. 7, жай түсіндіру қиын болып атыр. 7, 8, 10-ды 2 рет, тағы 1 рет, 10-ды 12-ші перне, 10-ші пернемен бітеді. Я осылай міне. Жай көрсетейін. Міне осылай. Енді бәрін бірге қосып ойнайық. Тағы да қайталаймыз. Енді ары қарай Джимми, ача деп кетеді. Міне достар, ешқандай қиындығы жоқ. Енді тағы да мен айтатын сөздерім, өздеріңіз біліп отқандарыңыздай, комментарий қалдырыңыздар, лайк басыңыздар, подписаться етейік. Ең бастысы подписаться етейік. Және колокольчикті басып қойық. Келесісінде мықты видеороликтер шығады. Мен сөз беремін сіздерге. Сіздер мені қолдасаңыздар, мен де сіздерді қолдаймын. Келесі видеороликта жолыққанша.